ертегі баланың талғамын өсіріп, оны мейірімділікке үйретіп, дүниетанымын ашады. Дүниеге алғаш келген күннен ақ бала бойына төл мәдениетімізді шым-шымдап сіңіре берудің маңызы зор деп білемін. Қане, ертегі әлеміне бірге аттанайық. Аян. Ертеде екі қойшының малы қатар жайылады екен. Бірде әңгімелесіп отырып, қойшының бірі, түсімде басыма күн, аяғыма ай, төсіме жұлдыз қонып отыр екен депті. Сонда екінші қойшы, басыңа бақ қонғалы тұрған сияқты. Сен сол бақтыңды іздесең қайтеді деп кеңес беріпті. Ертеңіне қойшы қойын өткізіп, жол азығын қамдап, бет ауған жаққа жүріп кетеді. Апта жүрді ме, ай жүрді ме кім білсін, әбден арып шашып сілесі қатқанда бір елге келіп жетеді. Сол елді Алшын хан билейді екен. Ханның ай дегенде аузы, күн дегенде көзі бар, Алқа есімді сұлу қызы болады. Алқа торқалы тойдағы сайыстарда көзге түсіп жүрген атақты бай баласын ұнатты. Реңі де көрікті өткір жігіт еді. Хан қызын хан баласына ғана беретін заман болған. Сол себептен қыз салт дәстүрді аттап кетуге қаймығатын. Күндердің күнінде екеуі сөз байласып қашпаққа бекінеді. Қыз ханның екі тұлпарын алып шықпақшы болып, айдаладағы жалғыз тамда кездеспекке уәделеседі. Бай баласы қараңғы түнде адасып, уағдаласқан мезгілде әлгі тамға жете алмай қалады. Түннің бір мезгілінде тамға келген хан қызы ұйықтап жатқан қойшы баланы тұр-тұрлап оятып алады да, екеуі аттанып кетеді. О тоба! Таң ата қыз қасындағы серігінің басы таз, балтыры қотыр, табаны жарылған, ерні тілінген біреу екенін көреді. Қыз не істерін білмей сасады. Елге қайтса, әкесі өлтіреді. Бұл жерде кешіксе, қуғыншылар ұстап алады. Ақылы артық туған Алқа әрі-бері ойланып, жақсы әйел жаман еркекті адам етеді деген ата-баба сөзін еске алады. Алланың бұйрығы шығар, менің адамым осы бала болсын деген шешімге келеді. Сынай келе жанына ерген жанның қойшы екенін түсінеді. Бір шаһарға келгенде ақшаны әдейі жеткіліксіз беріп, мына ақшаға екеуміз де, екі атымыз да тоятын ауқат әкеліп базарға жұмсайды. Жігіт аз кем ойланып, қауын қарбыз сатып әкеледі. Мұның қалай деп сұраған қызға, ішін өзіміз қабығын жылқы жейді деп жауап береді. Соған қарап, қыз жігіттің алды-артын ойлайтын адам екенін біледі. Екеуі қаладан шығып, сапарын жалғастырады. Бір мезгілде айдалада оларға 7 ұры кездеседі. Сұлу қызды көрген ұрылар баланы қорқытып, қызды емденуге ниет қылады. Тіпті бірімен бірі таласып та қалады. Шатақтың аяғы төбелеске айналады. Сендер бұлай таласпаңдар. Сонау жалғыз төбеден бермен қарай жаяу жарысыңыздар. Қай озғаның мені аласыңдар деп қыз шартын қояды. Бұл шартқа мойынсұнған жетеуі көз ұшындағы төбеге кеткенде, екеуі ұрылардың аттарын жетекке алып қаша жөнеледі. Сол жүргеннен мол жүріп, бір шаһарға келіп орын тебеді. Өздеріне үй сатып алады. Қыз молдаға неке қидырып, қойшыға қосылады. Қойшыны жуындырып, киіндіреді. Күн көріс үшін ара-тұра орамал тігіп, оны күйеуінен 3 ділдаға ғана сатуын сұрайды. Бір күні өзі қара, көзі көк бір зор денелі адам орамалды 6 ділдаға сатып алады. Келіншегі, неге 6 ділдаға саттың, енді менен айырылатын болдың деп күйінеді. Ертеңіне шынында да әлгі бейтаныс дәу күймелетіп келіп қызды алып кетеді. Күн ұзақ жүріп, іңір түскенде бір бұлақтың басына түнеуге тоқтайды. Дәу бір ұйықтаса 3 күн, 3 түн ұйықтайтын. Осыны алдын ала сұрап білген хан қызы еркекше киініп алады да, қараңғы түсісімен қара дәудің атына мініп қаша жөнеледі. Таңғылаң бере у-шуы мол
бір қалаға таяу келіп, атын от шалдырып алмақ болады. Ол елдің ханы дүние салып, артында тұяқ қалмапты. Халық бақыт құсын ұшырып, ол кімнің басына қонса, сол адамды хан сайламақ екен. Құс алқа қыздың басына барып қонады. Жұрт жиналып келіп, енді ханымыз өзіңсің деп, қызды таққа отырғызады. Алқаны еш адам қыз екен деп ойламайды. Ол өте әділетті хандық құрады. Елі оны әділ хан деп атап кетеді. Апта артынан апта, ай артынан ай өтеді. Бір күні қыз суретшіге өзінің бірнеше суретін салдырады да, керуен басыларға таратып береді. Олар суретті әр елге көрсетіп, таныдым дегендерін хан алдына алып келуге тиісті болады. Сөйтіп, баяғы жеті ұры ұрлығы үшін, қара дәу әркімге жасаған зорлығы үшін лайықты жазасын алады. Суреттегі әйелді таныдым деп, жылап тұрған қойшының да жасақтар хан алдына келеді. Қойшы ханның өз әйелі екенін танымайды. Әділ хан қойшыны қызметшілеріне тапсырып, күтімге алғызады. Боз биенің сүтіне шомылдырып, бақсы балгерге қаратып, адам қалпына келтіреді. Күндердің күнінде қыз оған шын сырын айтып, екеуі жылап көрседі. Қойшы баланы хан көтеріп, таққа отырғызады. Өзі де ақыл кеңесін аямайды. Ұзамай балпанақтай бір ұл туып береді. Қойшының баяғы жарлы Жақыбай кезінде көрген түсіндегі күн, бағы, аяғындағы айы, әйелі, кеудесіндегі жұлдызы баласы екен.